Сәлем достар, бізде Бағыт Оңға подкастының кезекті шығарылымы және бүгін бізде өте керемет тақырыпты талқылайтын боламыз. Тақырыпқа көшпес бұрын ең бірінші өзіміздің подкасттың қонақтарымен таныс болайық. Бізде Жұбанов Cup 4 республикалық турнирінің жүлделі екінші орын иегері, Орал қаласындағы Ақиқат пікірсайыс орталығындағы пікірсайысшы Нұрлан Арман мырза. Және де бізде Ақтөбе облысындағы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан университетінде Жалын пікірсайыс клубының қазіргі таңдағы президенті Боранбаева Айдана. Және де бізде кезекті қонағымыз Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің оқытушысы, заман біз интеллектуалды элитарлардағы пікірсайыс клубының негізін қалаушы, идеясының негізін қалаушы адамдардың бірі, ментор, тренер, яғни бұл кісі туралы айта берсек қазірден ұзаққа созылады. Бір сөзбен Райбек ағай. Сағадат Райбек Телжанұлы. Қош келдіңіздер. Бізде бүгін кезекті подкастта өте керемет тақырып, өте ауқымды тақырып, және алдағы уақытта бізді көретін көрермендерге, тыңдайтын тыңдармандарға мағыналы, мәнді әңгіме өрбітеміз деп үміттенемін. Бізде кезекті шығарылымның тақырыбы ол қазақ жастарының идеалы кім деген өте айшықты мәселе, яғни айшықты сұрақтардың бірі болып табылады. Енді қазіргі қоғамда барлығымыз білеміз, белгілі тарапта бір адамды идеал ретінде көріп, соған қарай талпынатынымыз, яғни сол сияқты болсам екен, сөйлесем екен деген пікірлерде жүретініміз. Енді осы тарапта сіздің айтар ойыңыз қандай? Енді алғаш сөз кезегін сізге берсек, Арман мырза. Ассалаумағалейкум, шақырғандарыңызға көп рахмет. Өте қызық тақырып, менің ойымша. Қазіргі таңда қазақ жастарының идеалы әртүрлі. Біз мысалға дебатерлерде пікірсайысшы клубқа жас буындарды қабылдаймыз. Оларға сұхбат жүргіземіз, оларға жеке парақтар толтырамыз. Сонда мен көп байқағаным, қазіргі таңда жастар көбіне ата-анасын таңдайды екен, идеалы ретінде. Мен ойлаймын, ол қазіргі таңда тәрбиенің дұрыс берілуі, қазақи тәрбиенің жақсы болуы, жастардың өздерінің ата-анасын үлгі тұтуы, біздің қоғамда это нормально, если керісінше ол жақсы деп ойлаймын. Әрине ол ойын ойлап келсем, әрбір адам үшін, немесе әрбір жігіт үшін, мысалы әкесі идеалдан көрінсе, әрбір қыз баласы үшін ол анасы идеалдан көрінетіндігінде. Ал сәйкесінше қазіргі қоғамда мысалы ата-анадан бөлек кімді мысалы сіз идеал адам ретінде ұсына едіңіз осы тұста? Менің ойымша жастарда патриоттық сезім жақсы болу керек. Әр өзін патриотпын деп санайтын жастар өз елінің негізін қалаушы немесе өз елінің батырларын сипаттап соларға үлгі тұту керек. Мысалға мен өзім Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаевты үлгі тұта аламын. Себебі осы турнирға келу арқасында біз сол жайлы көп ақпарат білдік. Соның еңбектері мен оның іс-әрекеттері. Соған байланысты мен осындай ерен еңбекпен келген адамның арқасында осындай елде тұрып жатқаныма мақтаныш сезім пайда болады да. Осы кісілердің еңбегіне деген ризашылық пайда болады. Әрине, бұл тұста Дінмұхамед Қонаевтың жасаған еңбектерін барлығымыз білеміз. Барлық қазақ қоғамындағы адамдардың барлығы таниды десек те қателеспейтін осы тұста әрине ол идеалды тұлға ретінде қарастыруға болады. Енді осы тұста әрі қарай әңгімемізді өрбітетін болсақ, яғни кең көлемде біз осы тақырыпты қалың көз көрерменге түсінікті болу үшін, яғни барлығын ашық көрсету мақсатында енді тағы да идеалды нұсқаларды ұсынсақ осыда. Енді осы тұста Айдана Бикеш, сіздің идеалды адамыңыз кім қазір жастардың көзқарасына немесе жастарға деген? Мынадай нәрсені түсіну керек сияқты. Қазіргі жастардың идеалын көрсетпес бұрын, қазіргі жастардың проблемасы қандай, оның идеалына қандай адам болу керек деген сұраққа жауап беру керек сияқты. Қазір көп байқаймыз, өзіміздің қатарластарымызды университетті бітіретін жасқа келіп қалдық, 4-ші курстамыз көбіміз, жоғары курстардамыз. Қатарластарымызға қарай отырып, олардың мені жаман қарындаштатын нәрсе, олардың әлі өздерінің не керек екенін білмеуі, әлі қандай ортада жүру керек екенін түсінбеуі, немесе өзінің ағысымен ғана кете беруі маған қатты қиналтады. Бірақ өзіне не керегін білетін, өзіне алға қойған мақсаты бар адамдардың барлығы, менің ойымша, қазақ қоғамындағы жастарға идеал бола алу керек деп есептеймін. Мысалға, себебі көп сала бар, әрбір саланың өзінің идеалы немесе өзінің шыңы бар. Бірақ мен ойымша, қазіргі белгілі тарапта қазақ жастарының зиялы кезіндегі Әлихандардың, Мағжандардың ізін қуып келе жатқан, мен ойымша қазақ жастарының идеалы дебатерлар болу керек деп есептеймін өзім. Ол менің бір өзімнің жүрген саламда асқақтатқанымда емес. Себебі өзімді қатарластарыммен немесе басқа дебатерларды қатарластарымен салыстыра отырып, маған қайсы ортамен
әңгіме өрбіткен біткен ыңғайлырақ қайсымен мен өзімнің жаңағы көк жерімді кеңейте аламын деген сұраққа жауап бергенде міндетті түрде акцент дебатерларға түсетіні ол жасырын емес, ол кез келген дебатер осыны мойындайды. Енді мынандай нәрсе, осы идеалды ұлттық жаңағыдай белгі ретінде, ұлттық печать ретінде бөлу үшін менің ойымша осы қазір үкіметтің тарапынан өте көп жұмыстар атқарылып жатыр. Дебатерлардың жаңағыдай сапасын көтеру үшін тағы басқалары. Осының барлығы қазақтың алдағы бір 10 жылдың ішінде бір керемет, бір идеал тұлға деп көрсететін бір дебатерді шығарып береді деген ойдамын. Иә, өте тамаша. Ол қазіргі таңда қоғамға да зер салып қарайтын болсақ, пікірсайысшылардың қоғамда алатын орны ерекше. Пікірсайысшылардың ойын 4 қабырғада тек қана қалып қоймай, 4 қабырғадан шығып, ол 30 түстен тараған 30 рулы елге тарайды деген мақал қазіргі таңда көрініс тауып жатқан сияқты. Пікірсайысшылар енді идеалды тұлға ретінде қарастырамыз, әрине оған келісеміз. Енді осы тұста сізге бір керемет сұрақ. Сіз өзіңіз Қазақстанда болсын, жалпы Ақтөбе облысында болсын, идеалды пікірсайысшы деп үлгі алған кезінде соған қарап ойнаған, соған тамсанған, соған қарай бағыт алған пікірсайысшылар атап өте аласыз ба? Иә, мындай нәрсе, мен бірінші курс кезінде Алматы лигасында ойнаған болатын, дебатер ретінде. Сол кезде Нұрсұлтан Нұрсипат деген теолог үлкен аға болмызда, сол кісінің ойынына қатты қызығып, қатты еліктеп, соның жаңағыдай ойындарын қарап өскен болатын. Сосын екінші курста Ақтөбеге ауысып келгеннен кейін осы сіздердің замандық Азат ағаның ойыны маған қатты ұнайды. Өзімнің андай идеал дебатер ретінде соны көре алатын болдым. И каждый раз сен уже идеалыңды көрген сайын, сен оған патологияны белгілегеннен кейін, сен оған жетуіңе тырысуын уже сені де сапаңды арттыратыныңды. Иә, дұрыс. Бұл тұста мен толығымен келісемін. Жоқ, мен заман біздің интеллектуал президент ретінде емес, мен Азат ағайдың өте керемет тәжірибелі пікірсайысшы ретіндегі нәтижелерін көре отырып, ол кісінің идеалды пікірсайысшы екендігін мен осы тұста мойындаймын. Бірақ та, құрметті достар, бізде идеалды пікірсайысшылар Ақтөбе облысында өте көп, және де сол идеалды пікірсайысшылардың бірегейі бүгін бізде қонақта отыр. Сағадат Қарайбек Телжанұлы біздің барлығымыз тамсанып үлгі алатын менің идеалды пікірсайысшы тұлғам дәл осы кісі. Және бір керемет, бір қызық сұрақ туындайды менің ойымда. Идеалды пікірсайысшы ол өзіне идеалды пікірсайысшыны кезінде алды ма екен, яғни кім болды екен, сондай сұрақ туындайды осы тұста. Қайырлы күн, мен есімім Райбек. Подкасттарыңызға қуаныштымын. Ең басында бұның жаңағы бағыт оңға деген атауы ерекше. Былай қарайтын болсақ, шын мәнінде біз қаяққа бағыттап бара жатырмыз. Соның атауының өзінде бізбен бірге оңға бағытта деген сияқты. Біз арқылы оңға бағытта. Егер солда жүрсен, немесе бағытында таппай жүрсен, я оның солында, онда да бізбен бірге. Осы кереметтікті айтып кеткім келеді. Бұл жастардың подкасты. Мен үшін сіздер жассыздар, мен біреуге жаспын, оны анықтап алу керек. Бүгін осындай жастардың ортасына шақырғандарым үшін алғысым шексіз. Менің идеалды пікірсайысшым кім дегенде, ол жинақ образ. Әрбір жерден жинақталған, себебі біз ойнаған кезде пікірсайыс Ақтөбеде соншалық деңгейге дамып жүрген жоқ, бірақ болды ойнайтын адамдар. Мен содан әрбірінен қиып бір идеалды образ жасап алған сияқтымын. Енді былай келетін болсақ, жалпы мынандай сұраққа, идеалды пікірсайысшы кім? Ол мықты, бүкіл форматты біліп, мықты ойнайтын адам емес. Ол мықты ойнайтын адам. Менің ойымша, идеалды пікірсайысшы ол форматты біліп, бүкіл 30 клуб жинап алған адам емес. Менің ойымша. Пікірсайысшы идеалды болу үшін ол клубқа жаңалық енгізген адам. Ол өзінің шәкірттерін тәрбиелей алған адам, және де әлі күнге дейін пікірсайыс қозғалышы үшін жаны ашитын адам. Менің өзімнің таңдауым да сол. Себебі бұнда эгоизм басым болмау керек. Көбіктер жинап алдым, мен енді бағытым басқа, мен басқа жаққа кеттім деп. Шын мәнінде шын пікірсайысшы әр уақытта пікірсайыс қозғалысына, пікірсайыс имиджіне береге бұрып тұру керек. Егер сондай болатын болса, ол әлі күнге дейін пікірсайысшымын деп жүретін болса, ол мен үшін идеалды. Ондай адамдар көп, себебі жұмысқа орналасқаннан кейін қаржылай көмектесіп жүрген адамдарды білеміз. Жұмысқа орналасып кетсе де әр уақытта келіп көмек айтатын, кей уақытта жас буындардың әлі келмей жатқан кезде мәселені шешуге келе алатын. Былай айтқан кезде пікірсайыс оған қазір еш нәрсе бермейді, студент емес, бірақ та ол әлі күнге дейін өзінің уақытын, энергиясын пікірсайысқа жұмсай алатын адам мен үшін идеал.
солай айтуға болады. Әңгіме форматында айтайық па, мен өзім бір жаман әдетім бар, келген жерге негізі былай ғой, келген жерге өз ережеммен келуге болмайды, бірақ та мен жаман әдетім өз ережеммен келгім келеді да, сол дұрыс емес сияқты. Бір нәрсе айтып өтейін сіздердің рұқсаттарыңызбен. Қазіргі жастардың идеалы кім болу керек дегенде, ол процесс деп ойлаймын, оны іздеп табу керек. Ол үшін оқу керек, тұлға тану керек. Тұлғаны тану. Мысалы, Құдайберген Қуаныш Жұбановты тану керек. Дінмұхаммед Қонаевты неге тұлға ретінде алып жатыр? Себебі ол оны таныды. Тану процесі болу керек. Абай тану дейді, Әуезов тану дейді, Бауыржан тану дейді, сол сияқты Мұқанов тану. Соның барлықтарын саналы түрде бір 16-17-ге келген кезде бала сол тұлғаларды тану керек. Танығаннан кейін, оларға тамсанғаннан кейін, соны мүмкіндігінше өзінің бір жаңағы үлгі тұтатын адам ретінде. Себебі біз адамды танығаннан кейін ғана барып оның қасиеттерін біле аламыз. Мысалы, дұрыс па? Иә, әрине, осы да өте дұрыс. Мен ойлаймын, мына жерде отырған пікірсайысшылардың барлығы, енді пікірсайысшылар алаңы болып жатқандықтан, мына жерде отырған пікірсайысшылардың барлығы өзіне кейінгі ерген жас буынға идеал тұлға ретінде көрінеді секілді. Өйткені біз білеміз, мысалы Арман мырза отыр, Айдана Бекеш отыр, олардың барлығы білдей бір клубтың президенттері, басшылары, аға буындары, сәйкесінше бұл кісілерден кейін еріп келе жатқан жас буындар бұл кісілерді идеал тұлға ретінде қарайды. Мысалы ретінде осы Жұбанов Кап-4-те жүлделі 2-ші орын алған Арман мырза ертең Оралға барғаннан кейін жас буындар мен де осындай болсам екен деп ұмытылатын сөзсіз секілді осы тарап. Мен де Аманжол сияқты аяқта сөйлесем екен деп қазір де жүр ғой, өзін айта алмай отыр ғой. Дауыстары мана ең күштісі және де төреші деп өзін-өзі естігенде көрінген хабарлағанда. Осы жерден бірдеңе айтайын, қызық. Мен негізі мамандығым бастауыш пән мұғалімі. Яғни 1 мен 4-ге сабақ беремін. Сосын бізде практика болады, мектептерге барамыз, ай жүреміз, 2 ай жүреміз. Сол кезде балалардың сұрақтары сені идеал көреді, сені мұғалім ретінде идеал көреді. Сені әлемдегі бүкіл сұраққа жауап бере алатын адам ретінде көреді. Мен ойлаймын, қазіргі таңда мұғалімдердің сондай деңгейге жетуі, балаларды солай ойлауы, мұғалімдерді шынына келгенде идеалды мамандық ретінде де, идеал тұлға ретінде де мұғалімдер оңай қарастыруға болады. Мысалға балалардың сұрақтары бар. Күн неге сары, бұлт неге көп, немесе бұлт неге бар деген сұрақтар қоятын болса, егер мұғалім соларға жауап беріп, баланың көңілін шығарса, значит, сен балаға идеал адам болыпсың. Баланың қалыптасуына бір көмегін тигізіпсің. Сондықтан да мұғалімдердің рөлі қазіргі қоғамда жақсарту, оларды идеализировать ету керек сияқты. Өте дұрыс. Мына жерде былай айтқым келеді, мұғалімдерді идеал көрген бастауыш жоғары класста мұғалімдерге бір үлкен жауапкершілік әкелетін сияқты. Мен саған басында идеал болдым, енді ары қарай сен идеалын табу үшін манағы мен айтқан тұлғаны тану. Тұлғаны тануға бағыттау керек сияқты. Айдана, қыздардың идеалы? Мен өзімде бір андай осыған ұқсағым келеді деген нәрсе жоқ. Мен побольше постараюсь, тырысамын, чтобы маған еліктейтін адамдардың көбейгенін. Себебі мынандай дүниені мен көп соңғы кезде түсініп жүрмін да. Мықты дебатер, ол идеальный дебатер болу мүмкін емес, но идеальный дебатер, ол міндетті түрде мықты дебатер болуында. Немесе мықты дебатер ол өзінен кейін міндетті түрде мықты поколениені қалыптастырып кеткен ғана дебатер болады. Өзіне кейінгі жаңа буынды үзіп алмауға қамтамасыз ету, немесе өзінен кейін келген жас буындарға вау, Айдана апа, немесе вау, жаңа Аманжол аға деп қарайтын болса, ол уже мықты и идеальный дебатер деп аталады. Енді осы тұста біздің әңгімеміз негізі идеалды пікірсайысшы туралы өріп жатқан сияқты. Шамалы тақырыптан алып жатыр, бірақ енді бір қорытындылай кетейін. Осыдан 1 жыл бұрын мен жасым келген кезде дәл осы нәрсеге қатты мән берген болатын. Яғни пікірсайысқа алғаш келген адам ол өзінің ойын мәнерін тапқысы келеді, сөйлеу сөз мәнерін тапқысы келеді. Сол жағдайда мен де осы заман біздікі интеллектуал директор одағына келген кезде мен де бір адамдарды өзімнің идеалды адамым деп көрдім пікірсайыстағы. Ол клубымыздың экс-президенті Бітімбай Исламбек мырза. Мен тікелей біз Zoom арқылы ойыннан Zoom арқылы көрдік. Тікелей сол кісі қалай сөйлейді, мен де айнаның алдында солай сөйлейтін едім. Соның жүрісін қайталап, соның сөйлеген іс-қимылдарын қайталап, яғни ол мен үшін идеалды пікірсайысшы ретінде көрінеді. Мен қазір сол нәрсені жасағаным мүмкін ойлаймын, маған септігін тигізген шығар. Яғни менің өзімнің сөйлеу мәнерімді, ойнау мәнерімді табуыма титтей де болса септігін тигізді деп ойлаймын. Жақсы, енді тақырыптан ауытқымай, қазіргі қоғамдағы жастардың идеалы кім деп ойлайсыздар? Пікірсайысшылардан бөлек, пікірсайысшылар ол идеалды тұлғалар деп осылай тақырыпты
осы тұрғыда бұра салайық қоя салайық енді қазіргі қоғамдағы жалпы идеалды тұлға кім деп ойлайсың? Оның критерийлері қандай болу керек идеалды болу үшін? Бай болу керек. Бай болу керек. Не, қазір сол ең үлкен қателік, бай болу керек. Сосын Инстаграмда күнде 32 қалаға жүру керек. Сол адамды идеал көреді. Менің ойымша. Яғни қазір жастардың идеалы бір бөлігі. Иә, кейбір жастар вайнерлерді немесе блогерлерді әлі күнге дейін идеалды тұлға ретінде көреді. Соларға талпыныс керек. Қазір мен ойлаймын, әлеуметтік желілердегі сол пранк түсіретін жастардың көбейіп кетуі соның барлығы соның салдарынан деп ойлаймын. Менің ойымша, жастардың қызығушылығы бар, адам бірдеңе қызығады. Ол сол саланың үздігіне идеал болады. Мысалы, қалай? Мысалы, футбол ойнауға қызықсаң, сен әншіні идеал көрмейсің, сен футболистті идеал көресің. А егер сен өлең айтып отырсаң, сен футболист емес, әншіні идеал көресің. Сондықтан жастардың қызығушылығына байланысты сол саланың үздігін минусын көрмейміз. Вот соны идеал қыламыз. Үздікке талпына меніңше жақсы. Мен көбіне қалай істеу керек деген нәрсені айтқым келеді да. Жаңағыдай негізі бағыт оңға болған кезде оның құндылығы қалай оңға бағыт бұрам дегенге жауап беру керек сияқты. Ол жалпы құндылығы. Мен былай айтқым келеді, дұрыс айтасың, бірақ осы жерде тыңдап отқан тыңдармандарға онда идеалды екіге бөлу керек сияқты. Адамдық тұрғыдан мен идеалым, кәсіби өсу үшін мен идеалым. Себебі кәсіби деңгейдегі ең мықты адамның жаңағы болмысы, табиғаты, өмірлік ұстанымы оған сәйкес келмей қалуы мүмкін. Осы жерде ішкі қақтығыс туып қалуы мүмкін. Мен андай бола алмаймын, себебі менің болмысым бар. Сол себепті қалай келісесің ба? Сол себепті мүмкіндігінше екіге ажырату керек. Мен өмірдегі идеалды адам, менің кәсіптегі идеалды адам. Иә, бұл тұста бұнымен келісу керек. Мысалы, жаңа спорт жұлдыздары айтты. Мысалы, бізде әлемде мықты футболшылар бар, Роналду, Месси сынды. Олардың жаңа сіз айтып жатқан сияқты, олардың адами жағында идеалды мықты болуы, кәсіби жағында идеалды мықты болуы, олардың қазіргі таңда жалпы идеалды болуына әкелген секілді. Өйткені кейбір спортшылар бар, шамалы жетістікке жетіп, биік шыңдарды бағындырғаннан кейін оның адами идеалдығы құри бастайды. Яғни адамгершілігі болмасын. Ал адамгершілігі болмай бастаған кезде не болады? Тепе-теңдік баланс деген нәрсе бұзылып, сәйкесінше ол спортшының да карьерасын толық спортшы ретінде жойылып кетуіне тікелей әкеледі секілді. Бұл тұста біз идеалды адам көрсету үшін дәл сіз айтқан сияқты екі тараппен идеал жүрген дұрыс секілді осы жерде. Жалпы қоғамда қазір сондай адам бар ма бізде? Біз осыған қарап пример алайықшы, осыған үлгі алайықшы деген секілді. Нені үлгі алғым келеді, соған ба? Әр бағыт. Жоқ, былай ғой, менің ойымша іздеген кезде сен өзіңнің бойындағы жоқ қабілеттерді үйрену үшін сол тұлғаны іздеу керек қой. Батылдығың жоқ па, батырларды үлгі ал. Жігерлігің жоқ па, жігерлілерді үлгі ал. Ақылың жоқ па, ақылдыларды үлгі ал. Енді осы тұста біз неге екеуміз әңгіме етіп қонақтарға сөйлейміз. Осы тұста көрермендердің қонақтарға тікелей сұрақ болсын. Көрермендердің ойында мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Менің ойымда туындап жатыр. Мен жауабын білсем де, бірақ көрермендерге қызықтау. Біз идеалды адам ретінде оны не үшін идеалды адам ретінде қабылдауымыз керек? Не үшін? Менің ойымша адамдар біз адам болғасын бірдеңе талпынамыз да. Дебатер жетістікке жетуге талпынады, футболист чемпион болуға талпынады, әнші фанаттарын жинауға талпынады. Талпыну үшін бір идеал керек сияқты. Пікірсайыс жобасында біз идеал пікірсайысшылар деп отырдық да. Сол сияқты кәсіптік идеал дедік қой. Сол сияқты егер де сен сол бағытты қалап, сол бағыттың үздігі болу үшін саған идеал болмаған күннің өзінде саған пример керек сияқты. Сондықтан да идеалдың болу маңыздылығы осы сияқты, менің ойымша. Енді осыда сіздің алып қосарыңыздар ма айдан өткен? Мынандай нәрсе ғой, не үшін идеал болып жатыр деген сұраққа жауап беру керек сияқты. Оны идеал қылатын, оған еліктейтін адамдардың көбеюі немесе оны пір тұтатын адамдардың көбеюі сияқты. Қоғамда андай нәрсе бар да, бір финиш бар да, но финишқа талпынатын 1000 адам бар дейік, оның барлығы бірақ финишқа бірге жетпейді. Но қазір қоғамда мысалы Қан Талапбек, немесе Марғұлан Сейсенбай, Қуаныш Шонбай сынды былайша айтқанда жастардың минимумында болса да идеалға айналып бара жатқан тұлғалар бар. Не үшін олар идеалға айналды деген сұрақта мынандай сияқты, мына финишқа жетуге тырысқан 1000 адамның 998-і оған жетпей, жеткен екеуі, яғни получается шынын бағындырған, пока что потолокты белгілеп берген адамдар ғана идеал болып жатқан сияқты, өзінің саласында болсын, немесе адами құндылықтар тұрғыда болсын. Поэтому менің ойымша, сондықтан идеал атанған сияқты. Идеалды идеал қылатын
соған пір тұтатын, оған сенетін да секілді. Біз былай істедік, иә, қарап отырсаңыздар, пікірсайысшылармен подкаст жазғанның ерекшелігін анықтап отырмын ғой, мен жастар шақырдыңыздар, рахмет. Мен де жаспын, бірақ дегенмен салыстырмалы түрде көрдік те. Біз қарасын байқап отырсаңыздар да төртеуміз біз ең алдымен ойымызды айту үшін қандай кеңістікте айтайын деп жатыр, соны белгілеп береміз. Басқа подкасттардың барлықтарында ондай жоқ қой. Біз мүмкіндігінше қандай кеңістікте, сол себепті тыңдармандар бізді тыңдауға шақырамыз деп. Осы жерде бізде жарнамалық пауза. Тікелей Райбек ағай сіздің жарнамалық паузаңызды кезіп берсек. Нені жарнамалайын? Осы подкастты тыңдауға құрметті қадірменді бағыт оңға дегенді қосқаннан кейін мүмкіндігінше мына жеріңізде бір өзгерісті немесе мына жеріңізде бір ақпаратты қажет еткен. Сол себепті адасып кетпеу үшін пікірсайысшылар ақпаратты кеңістікті белгілеп береді. Сол себепті біз тыңдаңыздар. Басқаларын тыңдамаңыз. Біздің подкаст арнаға тікелей жазылып, қоңыраушаны басып, келесі шығарылымдарды күтіңіздер, және де осы подкасттың қазір соңына дейін тыңдап болғаннан кейін комментарий. Сөз алып неде жалында қанша адамдар? Жас буындарда бізде қазір бірінші курстар онлайнда, барлығында 50-ден жоғары. 50 қаралым бола ма? Тырсам. Орал жаулаймыз. 60 болады ғой. Өте керек. Жақсы, орал жаулау керек негізі. Комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер, біз келесі шығарылымды тез шығаратын боламыз. Жақсы, әрі қарай әңгімемізді өрбітейік. Өте керемет тақырып болып жатыр. Енді бірдеңе айта қояйыншы. Сұрақ туындап жатса, бәріміз пікірсайыс алсын, тақырып емес сұрақтан сұрақ шыға береді. Мен былай ойланамын. Қазіргі қоғамға қандай идеал керек, немесе қазақтарға қандай идеал керек? Біз жаңалықтар оқимыз, пікірсайыс, көбіне заманнан қорғалмаймыз да. Мен соңғы оқуым бойынша Қазақстанда дейтін шетелге просто так оқуға кететін студенттер саны азайып кеткен. Көбейіп кеткен. Келмейтіндер де көбейіп кеткен. Қазақстанда андай. Соны даже біз термин қылып утечка мозгов деп алуға. Осы утечка мозгов Қазақстанда 68%-ке жеткен. Ол Қырғызстан, Беларусь, Ресейді қосқан кезде жетпейді екен да. Значит, Қазақстанда проблема бар. Жастарда оқуға талпыну бар да, елге қайтып патриотизмді көбейту деген жоқ. Менің ойымша қазіргі таңда қазақ қоғамына, қазақ жастарына андай бір патриоттық тұлға идеал болу керек сияқты. Андай өз еліме қызмет етемін, өз еліме келемін, өз еліме қайтамын. Сондай кезде жастар мықты болатын сияқты менің ойымша. Осы тұста енді жаңа біз бір сөзімізді айтып өттік қой. Блогерлер, жаңағыдай арнайы сол әлеуметтік желіде аккаунты бар кісілер қазіргі таңда жастардың идеалы деп. Мен ойламаймын, қазіргі таңда бізде жалпы жаңағы екі бағыт бойынша да емес, екі бағыттың тоғысқан торабында идеал тұлға ретінде мен қарастыратын кісі ол жалпы қоғамдағы бізде қазақ блогерлер арасында Жансейіт Қыдырбаев деген жігіт бар. Яғни ол мен ойлаймын, мыңдаған адамдардың жүрегін жібітіп, мысалы әкесіне көлік сыйлап жатыр, қайырымдылық қорын ашты, қайырымдылық беріп жатыр. Жаңағыдай кем болсаң кем болмайсың деген секілді өзінің арнайы цитаталар, яғни осы арқылы мен ойлаймын, қалың көз көрерменге идеалды тұлға ретінде сол өзін ұсынып жатқан секілді. Кем болсаң кем болмайсың оныкі емес. Біріншіден, екіншіден танымайды екенмін, үшіншіден қайтуым керек. Сол себепті қандай бір нәрсені айтайын. Подкаст еркін болғаннан кейін шыға берейін, комментарийға жазыңдар болмаған Айбек деп. Тастап кетті бәрін деп. Мынаны ескеруіміз керек. Маркетингті. Мысалға, қалай Google-да ашқан аты? Билл Гейтс па, сосын Фейсбукты құрған. Солардың барлықтарының цитаталары андай контент ретінде интернетте жүрді, олар жарнамаланып жатыр. Ал біздің қазақ қоғамындағы тарихтағы азаматтарымыз жарнамаламай қалып жатыр да. Осы жерде біз көбіне сұрақты айтуымыз керек, идеал болған кезде ол өздігінен талындады ма, или оған оны қойып берді ма? Басқа мүмкіндік көрсетпей, көз алдында жүргізіп сол адамдарды. Сол үшін ол оны идеал болып жүрмей. Осыны ескеруіміз керек. Қалай ойлайсың ақиқатты? Мен кеттім осы жауап жазайын. Оқиға. Илон Маск бар ғой. Илон Маск қазір үлкен компания басқарады, оның инвестициясы, қаржысы бәрі. Илон Маск бір күні тұрады да, өз жарнамасында айтады. Алдағы уақытта биткоин құлайды. Оның сөзінен кейін бүкіл компанияның акциялары көтереді. Биткоиндар сатып алушы азайып кетеді. Сондықтан да, бұл білдіреді, егер де сенің
сені тыңдайтын адамдар көп болса, сенің әрбір айтқан нәрсең идеал болып көрінеді, и ол рас сияқты көрінеді. Хотя Илон Маск оны прикол үшін айтуы да мүмкін да. Иә. Вот осындай жағдай. Иә, мынандай болады. Бұл енді біз таза пікірсайысшылардың подкасты болғандықтан барлығымыз білеміз, пікірсайыста тәжірибелі пікірсайысшылар турнирге келген кезде көбіне дайындықсыз келеді. Яғни олар төрешілерге жаңағыдай ойдан өтірік әңгіме құрастырып берсе де, ол мықты ойыншы деп оны қарсылас қабылдағаннан кейін оның қарсыласы автоматты да жеңіліп қалады. Дәл жаңа сен айтқан секілді, яғни оның әрбір айтқан сөзі идеальный көрінеді осы жерде. Осы тұста мен бұл идеямен толық келісемін, бұл айтқан сөзбен. Жалпы қоғамда болсын, ал пікірсайыста болсын, нағыз идеалды тұлғаны табу қаншалықты қиын деп ойлайсыздар? Мынандай нәрсе сияқты, мана Рабиға айтып өтті ғой, мен келсем, алғашқы пікірсайысқа қадам басқан кезде кез келген пікірсайысшы ананы идеал көреді, мынаны сөйлегені, мынаны пафоспен ойнағаны, мынаны факт тапқаны, оның мынандай нәрсе сияқты. Идеал адам болу маңызды емес секілді, себебі мына адамнан факт табудың мынандай ерекшелігі, немесе мына адамды пафоспен ойнауы, мына адамның идеяны құлата алуы секілді барлығынан идеалды тұрғыдағы характерлерді жинап, өзінің санасында белгілі тарапта идеалды пікірсайысшыны осындай болу керек деп қалыптасатын болса, ол санадағы нәрсе, ол адамды соған жетелейтін секілді. В принципе, қалай идеалды тұлға болмаса да, табу өте қиын болса да, ол оны өзіне жасай алатындығында. Ол пікірсайыста ол қазіргі өте мүмкін нәрсе секілді көрінеді маған. Себебі әр поколениенің, әр буынның жарқ еткен жұлдыздары өте көп бізде. Былай саусақпен санарлық та емес, даже өте көп. Оның барлығы манағыдай бөле сияқты. Осындай жұлдыздарын жасап берген, идеальны дебатерларын жасап берген қосу арқылы, и плюс өзінікін қосу арқылы жаңа буындағы жаңа жұлдыздардың жарқырауына септігін тигізеді секілді. Осы қызық, оны есіме түсірді. Ана не бар ғой? Идеалды табу деген. Но менің ойымша, егер сен идеалды көрсең, оның минусын көрмейсің. Иә. Андай, мысалға мен үшін, футболистер үшін идеал Месси. Но Роналдоға қарағанда, Роналдо оған қарағанда көп гол салған. Роналдоның үстінде бірде-бір татуировка жоқ, Месси татуировка толып тұр. Но мен ойлаймын, мен айтамын, жоқ, Месси көп басып берді дейді. Татуировка ештеңе шешпейді дейді. Яғни әрбір бір идеал ұстанса, оның минусын көрмей қаламыз. Иә, оның минусын плюске айналдырады. Плюске айналдырып, ол өзіне идеал екенін бәрібір түрінде дәлелдеп шығады. Мысалы, енді бұл жерде мен ойлаймын, қазақ пікірсайысында адамдардың, пікірсайысшылардың ойы екі тарапқа бөлінеді секілді. Бізде қазақ пікірсайысында жарқ етіп, жұлдызы жанған пікірсайысшылар өте көп, бірақ та ішінде мықты атап өтетін ол біріншісі Бекарыстан Аманжолов, яғни кубогы өте көп Қазақстан бойынша. Екіншісі ол Нұртуған Өмірзақ. Мен осы екі тұлғаны өзімнің жасым кезінде көп зерттеген болатын. Енді осы екі тұлғаны салыстырған кезде Нұртуған мырза маған қатты ұнауы мүмкін. Мен мысал айтайын, маған ұнауы мүмкін. Мен өйткені оның кубогы аз болса да, оның ойыны күшті жатыр шығар бәрібір. И сол секілді сіздің айтып ойыңызбен толық келсем, ол бәрібір минусын плюс қылып алады адамдар деген. Мысалы, сіз бір қызды жақсы көріп қалсаңыз да, мысалы, ол қыз қанша жерден мысалы әдемі болмаса да, бірақ сіз шын жақсы көріп қалсаңыз, оның минустарын көрмейсіз. Ол сіз үшін идеалды тұлға болады. Мәселе бетте емес жүректе деп. Дәл солай, оның сыртқы сұлулығына ешқандай мән бермейсіз. Енді мен ойлаймын, осы тарапта идеалды тұлғаны шынымен табу қоғамда қиын секілді. Өйткені қазір қоғам шынымен солай ғой. Сен либо мына кәсіпкерлік жағынан идеалды тұлғаны аласың, бірақ сен адами құндылықтарына әсер етіп қалуы мүмкін. Немесе сен адами жағынан идеалды тұлғаны аласың, сен рухани байлығы мықты болады, бірақ кәсіпкерлік жағынан сен не толық қалуы мүмкін. И осы тарапта барлығын бір тарапқа біріктіріп идеал тұлға табу қазіргі таңда қиын секілді. Барлығы идеал болуға тырысуда. Идеал кім болуға лайықты деген сұраққа жауап бермей, жай ғана барлығы идеал болуға, барлығы звезда болуға тырысуда. И бұл одан сайын мына процесті қиындата түседі секілді. Иә, мысалы мындай ғой. Әлемде қалыптасқан идеал жоқ та, ортақ идеал жоқ. Әркімге әрбір идеал болады. Когда екі адамның идеалы бір-бірімен қақтығысады, біреу ананы жек көреді, біреу мынаны жек көреді. Сондықтан да ортақ идеал жоқ, жеке адамның идеалдары бар. Мен солай ойлаймын. Ортақ идеал жоқ, бірақ әр адамның өзінің идеалы бар деседі. Енді бұл тұста енді тағы бір сұрақ туындайды сіздерге, құрметті достар. Бізде жалпы осы идеалды адамды дұрыс таңдау, ол қаншалықты біздің болашағымызға әсер ете алады? Пример, мысалы, 60%, 70% деген сияқты. Қаншалықты ол әсер ете алады біздің болашағымызға? 50% сияқты. Дәл айта алмаймын, мынандай нәрсе сияқты. Ол идеал саған керек, өзіңді тұлға ретінде қалыптастырғанға дейін.
ал сен уже тұлға ретінде қалыптасып өзіңнің принциптары бар, жеке көзқарасы бар, таным шекарасы жоғары адам болғаннан кейін уже саған біреуді идеал қылып көру уже керек емес нәрсе сияқты болады. Сен уже ана 50% порогынан асқаннан кейін сен уже біреуге идеал бола бастайсың. Неге, сіңліңе, не важно, но андай нәрсе басында тек адамды тұлға ретінде қалыптастыруға ғана керек секілді, андай идеалды қолап кету ол дұрыс емес нәрсе сияқты, уже фанатизмге айналып кетеді секілді. Идеалға еліктеу, егер де ол нормальный идеал болатын болса, ол нормально. Менің ойымша, біреуге еліктеп, сол үшін тырысу, сол сияқты болуға тырысу жастардың орнында, өмірінде 50-60% орын алады. Яғни ол төменнен жоғары, жоғары емес, орташадан жоғары, орташадан сәл жоғары. Білмеймін, әлемде андай адам жоқ болар. Мен туғаннан бәрін біліп тудым, мен ешкімге ұқсамаймын, немесе мен андай аспаннан салбырап түстім дейтін адам жоқ сияқты. Поэтому хотя бы бізге мама-бабамыз бір идеал болып, соларға тырысып бағатын сияқтымыз. Енді дәл солай, менің де ойым сол бағытқа келеді жобамен. Мен де андай ойлаймын, 100% идеал ретінде қабылдай беретін болсақ, біз оны тұлға ретінде дамып аламыз, бірақ та соның ізінен жүріп кететін сияқтымыз. Яғни соның андай айтсам екен, біз басар ретінде алып кететін сияқтымыз. Яғни сол сияқты жүре береміз. Мысалы андай ғой, біз мысалы пікірсайыста бір пікірсайысшыны идеал ретінде өзіміз қабылдаймыз. Қай кезге дейін біз өзіміздің межелі орнымызға жеткен дегенше. Яғни біз өзіміз пікірсайысшы ретінде дамып, сол бағытымызды тауып алғаннан кейін әрі өзіміз ойнап кетуіміз дұрыс сияқты. Егер біз оны мысалы андай болады, пікірсайыста әлі күнге дейін ойнап жүрген кейбір пікірсайысшылар бар. Егер біз оларды мысалы үлгі ретінде қарап, солардың ізімен жүре беретін болсақ, біз де жүре береміз, мысалы ойнап, жастармен ойнап деген секілді. И осы тұста, дәл сол кісі сияқты болып қалатын сияқтымыз. Яғни андай ғой, жаңағы айтқан сияқты. Ол адамды идеал ретінде көрдің, и сен ол 30 жасқа қарасқа келіп әрі ойнап жатыр, и сен солай ойлайсың, бұл адам идеалды, мен солай ойнауым керек. 100% қабылдайтын болсаң егер. Қазақта бір қызық сөз бар ғой. Имамның айтқанын істе, істеген істеме. Сол сияқты. Осы жерде солай негізі. Жалпы енді біздің осы кезекті шығарылым жобамен өз соңына келіп қалған секілді. Енді осы тұста жалпы тақырып бойынша өздеріңіздің қорытынды сөздеріңіз болса, идеалды тұлға туралы жаңа қазақ қоғамындағы жастарға идеалды адам ретінде мысалы бір ұсынсаңыз болады, немесе жалпы тақырып туралы қорытынды сөз айтсаңыздар болады. Құрметті достар, осындай жобаға, осындай подкастқа шақырған көп рахмет. Енді жастарға айтарым, өзім де жаспын, өзім де қарт сияқты, ақсақал сияқты ақыл айтпай ақ қояйын. Қоғамда идеалға бағыттау немесе біреуді идеал көруге қарағанда өздерің идеал болуға тырысыңдар. Сендерді біреу идеал көрсін. Сондай бағытта талпынсаңдар, сендер жақсы жетістікке жетесіңдер. Бар айтып қосарым осы. Кешіріңіз Арман мырза, егер құпия болмаса, сіз Орал қаласында жаңа Махамбет Өтемісов атындағы университетте оқисыз ба? Бастауыш жаңағы мамандығында оқисыз. Сіз нешінші курста оқисыз, құпия болмаса егер? Мен негізі 2-ші курста оқимын, но мен алғашында 11 мектеп бітіргеннен кейін 3 жыл колледж аяқтаған. И қазір 2-ші курс, яғни оқып жатырмын 5-ші жыл. Ал сіз нешінші курс? 4-ші курс. Мен 2-ші курс. Сәйкесінше ойлаймын, біз өзімізден кейінгі еріп жатқан жас буынға біз уже андай кәрі адам сияқты көрінеміз. Андай подкаст тыңдаған кезде андай біздің солай ойлауы мүмкін әрине. Бірақ та енді кәрі адам ретінде қабылдамасын, ақыл айтатын өзінің алдындағы ағасы, апасы ретінде тыңдайды деп үміттенемін. Әрине енді біздің бағыт подкастының көрермендері барлығы тікелей сондай көрермендер екеніне сенемін. Енді жаңағы сұрақ бойынша Айдана Бекеш, сіздің ойыңыз қорытындылау жалпы. Мынандай дүние бар, жаңа айтып өткеніңіз дұрыс, қазақта мынандай керемет сөз бар. Жасы кіші демеңіз, тек ақылы асса дана ғой дейді. Получается, мен мынандай нәрсені түсінгім келеді. Мына видеоны, подкастты көретін дебатерлардан бөлек, немесе жаңа ютубтағы интересный ашып, немесе былай қызығып көретін болсаңыздар, жастарға айтқым келетіні, өздеріңнің өмірде орындарды табуға тырысыңдар. Бос уақытты, бос нәрсеге құртпай, хотя бы өзіңе бір минималды түрде эффективті нәрсемен айналысуға тырысыңдар. Себебі біздің жасымыз қазір сондайда барлық нәрсені қабылдауға ыңғайлы, белгілі тарапта бір нәрсені бастауға күшіміз де жетеді, қайратымыз да жетеді. Сол уақытты тиімді пайдаланып қалу керек секілді. Соны нәрсені мен ұсынамын дебатерларға да, дебатер еместерге де, және де кез келген салада жауапкершілікті ала білу керек сияқты. Қазірден бастап жасым кіші, немесе 18-ден, 19-дан, 20-дан маңызды емес. Қазірден бастап өздеріңізді тұлға ретінде қалыптастыруға тырысыңыздар. Бошым айтқанда дебат ойнаңдар.
Енді жақсы осы кезекті шығарылымды қорытындылай кететін болсақ, жалпы құрметті көрермендер, сіздерге осы жерде қонақтармен бүгінгі тақырыпты әңгіме өрбітіп етіп айтарымыз, ол ең бірінші біздің подкаст каналдың аты секілді бағыт оңға деп тұр. Оңға өздеріңіздің жетістікке жететін бағыттарыңызды ең алдымен тауып алыңыздар. Яғни ол бағытқа көмектесетін бірден бір құрал, ол бәрімізге ортақ пікірсайыс. Пікірсайыспен шұғылданыңыздар. Және де айтарым, өздеріңіздің қоғамдағы идеалды тұлғаны іздеген кезде, ол идеалды тұлғаға барынша 100% оның ізіне еріп кетпей, ол идеалды тұлғаны алатын қасиеттерін алып, өзіңіздің тұлға ретінде даму жолыңызда пайдаланыңыз деп біледі. Енді құрметті қонақтар, сіздерді осындай подкастқа арнайы алтын уақыттарыңызды бөліп, сұхбат беріп, жастарға осылай әңгімелеріңізді айтқандарыңызға алғыс білдіргім келеді. Арман мырза, сізді осы Жұбанов Cup турнирінің жүлделі 2-ші орнымен құттықтағым келеді, әрине. Бірақ андай бір оқиға болады ки, айтады екен, финалға шығып тұрып, 2-ші орын алу, андай көп пікірсайыстарға андай ауыр тиеді, бірақ та сіз түсіну керексіз, әлі мысалы сіз 2-ші орын алдыңыз, бірақ та ана жақта 38 команда орын алмай қалды, немесе 76 адамдың жүлдесіз қалды. Бірақ сіз осындай Жұбанов Cup 4 дәстүрлі турнирінде 2-ші орын алдыңыз. Сізді сонымен құттықтаймын. Ал Айдана Бекеш, сіз осы біздің турнирдің үздік спикері атанғаныңызбен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, толағай табыстарға толы болсын. Жалпы пікірсайысшылардың ортасы кеңейе берсін, пікірсайысшылар қоғамы арта берсін, пікірсайысшылар қоғамда өздерінің өзекті орындарын әрқашан дәлелдеп жүре берсін. Осымен біздің кезекті шығарылым өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.